Жарайды, 10 сабағымызды бастайық. 10 сабақ Fibonacci деген индикаторға байланысты. Тек қана бір индикатор көретін болғандықтан, бұл өте қызықты және өте қысқа сабақ болады деген үміттемін. Fibonacci trading немесе Fibonacci retracement деп аталады. Бұл көп жағдайда swing трейдқа, position trading, яғни swing trade үлкен графиктарға арналады. Үлкен график деген 1 жылдың графигі, 6 айдың графигі, 3 айдың графигі, 10 жылдың графигі, 3 жылдың графигі. Яғни біз үлкен картиналарға көбінесе қолданамыз. Уақытпен айтатын болсақ, 1 күндік, 4 сағаттық, 1 сағаттық, соларға, 1 апталық соларға көбірек қолданамыз. Кішкентай day trading емес, 1 күн графиктарына қолданбаймыз. Қолданады кейбір адамдар, адамның стиліне байланысты, бірақ мен қолданбаймын. Fibonacci сандары жалпы 0 және 1-ден кейін әрбір сан алдыңғы 2 санның сумасы болып табылады. Бұл Fibonacci өте дүниежүзінде атақты негізі. Мысалы, адамның келбеті, дүниежүзілік қардың кішкентай жапырақтары, ағаштың жапырақтары, көп жұлдыздарға дейін осы Fibonacci'дің саны кездескен деп айтады. Бұл өте сонда таңғажайып. Мысалы, 0-мен 1-ден басталады. 0-ға 1-ді қосқанда 1 шыққан, 1-ге 1-ді қосқанда 2 шыққан, 1-ге 2-ні қосқанда 3 шыққан, 2-ге 3-ті қосқанда 5 шыққан, 3-ге 5 қосқанда 8, 5-ге 8 қосқанда 13 деген. Осылай қосып отырып, чексіз ары қарай санның тізбегін жасаған. Әрбір сан алдыңғы саннан 1-де, мына сан алдыңғы саннан 1-де 618 есе көп, яғни 1-дей санмен көбейіп отырғанда, сол кезде ол 1-де 618 деген сан шыққан болып тұр ғой, ерекше санда, таңғажайып. Барлығымыз білетін The Golden Ratio деп атайды, бұны негізінде The Golden Ratio. Немесе кейбір кітаптарда Phi деп аталады екен. Бұл Golden Ratio 1-де 618, бірақ 1-де 618-дің енді кері шамасы деп атайды. 1 мен 0-дің ішіне кіргізген түрі, ол 0-да 618. Яғни 1-де, мысалы, біз кез келген санда біз, немесе 1-ден өлшегенде 1 мен 10, 1 мен 100-дің ортасында, немесе 1-ден 100%-дің ортасында біз өлшейміз ғой. 100%, 0%, 50 тең жартысы деген. Сол сияқты соған кіргізу үшін бұны енді процентқа айландырып, одан 100-ді алып тастағанда, сонда 0-да 618 болған. Яғни кері. Енді 0-да 618-дің керісі ол 0-да 382. Некен қосқанда 100, мысалы. Деген сияқты осылай осының 1 мен 0-дің 1-дің ортасына кіргізіп, керіп несін шығарған. Ол 0-да 61. Мынау 0-да 38. Осы арқылы сандар шығарып отырған, және 0-да 5 деген тең ортасы, одан кейін 0-да 61 мен 1-дің ортасынан бір сан шығарған емес. Осылай заманауи дами келе бірнеше сандарды тапқан. Енді осыны біз трейдингде қалай қолданамыз? Жалпы бұл қызықты айта кететін болсақ, мысалы, Леонардо Ди Каприоның Да Винчиде суретін көріпсіздер ғой. Денесінің көлемі негізі басының көлемінен 1-де 68 есе үлкен болған деп айтқан. Бұл сурет сызған кезде. Сосын ішіне қарай бүйтіп бөлген кезде, жаңағы сурет сызатын адамдар білетін шығар, соның бәрін сызған кезде ылғи солай 1-де 68, 1-де 61-де 8, сондай есе үлкен сызған екен да, соны қатты қолданған яғни. Сондықтан өте қызықты сан деп есептелінеді. Fibonacci'ді біз енді білеміз ғой, біз қандай бір анализ жасаған кезде біз TradingView деген платформа арқылы біз анализ жасайтын болдық қой. Алып сатқан кезде енді басқа платформа қолдана береміз. Бұл анализ жасауға дүние жүзінде қолданады. Сонда TradingView-да мына кнопканың ішінде Fibonacci деген бар. Мына қалың қолданатын нелер бар, осындай tools деп айтады, ағылшынша енді қолданатын заттар дейміз ба? Сызатын сызықтар, тренд линиялар. Осының ішінде Fibonacci бар. Соны сіз басасыз да, сразу қолдана бересіз. Оны мен қазір сізге көрсетем. Жалпы Fibonacci'ді қолдану үшін бізге қандай бір үлкен қозғалыс керек. Не өсіп атқан тренд, не құлап атқан тренд. Соның ең кішкентай, ең астыңғы нүктесі және ең үстіңгі нүктесін бізге табу керек. Астыңғы нүктесін біз swing low, үстіңгі нүктесін swing high деп атаймыз. Құлап атқан трендті біз swing low'дан swing high-ға сызамыз. Керісінше өсіп атқан трендтан swing low'дан swing high-дан swing low-ға сызамыз. Қазір мен тура практика жүзінде қолданып көрсетейін.
Мысалы бұл жерде көріп тұрсыздар, NIO компаниясы, Қытайдың электронды машина шығаратын компаниясы, бір күндік уақыт бірлікке қойып тұрмыз, құлап жатқан тренд. Бізге мынандай бір үлкен биіктігі бар, swing high бар, сосын swing low бар, осындай үлкен бір тренд болу керек, бір бағытта кеткен. Сосын ол тренд осылай бұзылған болу керек. Сол кезде біз ары қарай ол қаншалықты өседі, келесі резистенс қайда, қай жерде маңызды поддержка зоналар бар дегенді табу үшін біз осыны қолданады екенбіз. Қарасаңыздар, swing low-дан қайдан swing low-ға дейін сыздық, бізге мынандай деңгейлер, яғни уровеньдер шығып тұр деген сөз. Енді Fibonacci-дікі міне тұр, 61,8, тең ортасы 0,15, Fibonacci-ден қарсысы 0,38. Одан кейін 61,8 бен үстінде 1-дің ортасында 0,86 деген деңгей бар, ар жағында 38 бен 0-дің ортасында 223 деген. Енді жүре келе адамның психологиясына да әсер етуі мүмкін деген болжаммен бұны трейдингде да қолдана бастаған екен заманауи. Сондықтан Fibonacci бұл өте дүниежүзінде атақты индикатор, бірақ индикатор деген сигнал беретін нәрсе ғой, математикалық қандай бір есеп. Бұл бізге көбінесе support, resistance жаңа деңгейлерді тауып беретін, тауып беретін маңызды үлкен картинадағы индикатор. Қарасаңыздар, сыздық, сосын бұл өсіп баратқанда қарасаңыздар 0,26-ға келіп резистенс беріп құлап, қайтадан келесінде 0,38-ге келіп құлаған. Яғни екі жерден әдемі не бергені, қарасаңыздар, резистенс. Мына жақ негізі өтіп кеткен нәрсе, бірақ Fibonacci-ден қызық жерлері осылай тарид бәрінде, поддержка, резистенс болып тарид екен, өте қызық нәрсе. Alibaba-ның бір күндік несінде сыздық, премаркет swing high-дан low-ға дейін сызды, ең төменгі деңгейден сызды. Түскен кезде бұл өсіп барып, мына жерге келіп кішкене пауза алған, бірақ мынада жақсы реакция бергені резистенс 38,2, 0,38. Сосын қайта кеп 23,6-да резистенс берген, қайтадан ең төменгі бағасының маңайынан кеп өсіп, қайтадан бағанағы 38,2-де көп резистенс берген. Кейбір жағдайда да нақсап чуть-чуть бұзады, үнемі ол не болу маңызды емес, үнемі ол бізге пайдалы болу маңызды емес. Кейбір акциялардың графигында бұл әдемі сигнал береді, жақсы сигнал береді, түсінікті. Кейбір жерде бермейді. Сондықтан бізге оны дұрыс пайдаланып үйрену керек. Fibonacci-да сол, жаңа даунтренд, аптренд кезінде, мысалы Amazonның 4 сағаттық графигін алып тұрмыз, Amazon компаниясы. Ең төменгі бағасы, мысалы, мынау болса да болады, мынау болса да болады. Екеуі бір ғой, негізі қарасаңыз бір бағада тұр. Мынадан сызылған, мынаған дейін. Сызылды, енді қарасаңыздар, құлаған кезде мына жерде сигнал берген, поддержка 38,2. Сосын ол құлаған, мына жерде бермеген, бірақ мына жерде берген. 38,2-де негізі көп сигнал бар екен. Келесінде мына жерде берген, ол 70 жаңағы бағанағы астына сыған кезде кішкене өзгеріп жатыр, көпсіздер. Келесінде мына жерден берген және 50-ден 0,5-де не берген, резистенс берген. Қарасаңыздар, бізге бұл қалай сигнал дегенде? Мен шортқа кірсем, менің шорттан шығатын бағам take profit. Немесе мен лонгқа кірсем, келесі менің take profit. Стоп-лосс мынаның астында болады дегенсіз. Енді білеміз ғой, стоп-лосс пен support резистенстарды біз қалай қолдануды сабақтап өткенбіз. Осылай біз қолданып өткенбіз. Fibonacci-ді біз support резистенс пен тренд линиялармен, candlestick свечалармен, немесе біз entry баға неге позицияға кіру, стоп-лосс қою, take profit, таргет сататын бағамызды табуға біз қолдана алады екенбіз. Мысал айтатын болсақ, бұл жерде жаңа Ли деген Қытайдың компаниясының Fibonacci сызыппыз бір күндік уақытпен. Премаркеттің ең жоғары swing high-дан swing low-ы төменге дейін сыздық. Өскен кезде қайта біз енді long позицияға кірдік, таргет Fibonacci-тарға тап. Осылай біз таргеттарды таба алады екенбіз. Қарасаңыздар, дәл осыған келген кездегі мынандай свечаларды қараймыз. Қызыл свеча шығып жатыр, яғни денесі ішінде жабылып жатыр. Немесе дәл тиді, құлады, қызыл свеча шықты. Свечалармен. Тренд линия деген мынаған қарай бүйтіп тренд линиясы, осы тренд линиямен бірге бүйтіп қолданамыз. Свечалар дегенде әрбір жаңа Fibonacci-дің деңгейлеріне келген кездегі біз сызықтардың жаңағы несін көреміз деген. Сызықтардың Fibonacci деңгейлерін біз байқауымыз керек. Fibonacci-ға келгендегі свечаларда, объемдарда немесе жаңағы
тренд линияларды сыз сонымен бірге қолдану арқылы біз көбірек информация алады екенбіз. Тренд линия дегенде мысалы мына көріп тренд линияларды сызып тастаймыз да Фибоначчимен бірге қолданамыз. Тренд линия мен Фибоначчи екеуі қатар сигнал беріп жатыр екен. Окей, тренд линияға да поддержка, Фибоначчиға да поддержка беріп өсті. Немесе свечалармен. Свечалар мысалы хамыр шықты құлады, Фибоначчиден поддержка алып хамыр шығып жатыр деген. Мысалы мына жерде дәл свечалар дәл осыған келіп жабылып жатыр деген. Осылай біз қолданады екенбіз. Фибоначчиді енді take profit stop loss ретінде пайдаланамыз. Мысалы премаркеттің swing low-дан swing high-ға сыздық. Қарасаңыздар, мысалы мына жерден біз егер сатып алатын болсақ, мына Фибоначчидің астынан кішкене зонасы жіберіп, соның астына стоп лосс қояды екенбіз. Take profit келесі Фибоначчидің деңгейіне дейін біз өседі деп болжауымыз болады. Немесе мына астына қарай бұзып бастағанда біз шортқа кірсек, үстіндегі мына жерге стоп лосс қойып, келесі Фибоначчидің деңгейі біздің take profit пайда көретін бағамыз екен. Жалпы осылай негізінде аяқталып жатыр. Бірақ мен сіздерге кішігірім не болсын деп Фибоначчидің несін көрсете кетейін. Практика жүзінде қалай қолданатын туралы. Фибоначчиді мысалы Tesla компаниясынан біз сызғымыз келсе, мысалы мынау өсіп құлады мына жерге дейін. Бізден мына жақтың қозғалысы не болады, қазір ары қарай не болады деген сызу үшін көреміз. Фибоначчи мынаның ішінде Фибоначчи retracement басамыз, мынаны. Сосын ең жоғарғы деңгейді басып аламыз да астына қарай ең төменгі деңгейге дейін сызамыз. Былай сыза беруге болады, өйткені бір баға бір горизонталда ғой. Сондықтан мен сыздым. Енді қарасаңыздар, Фибоначчи мына жерде сызғаннан кейін бізге мына жағы маңызды ғой. Мына жерге өсіп бастағанда сыздық деп ойлағанда Фибоначчидің 21-де резистанс өтеді деп тұр. Қайтадан swingнің төменгі бағасына беріп тұр да, мынаны бұза алмай тұрып, мынаны бұзып кетті да, қайта келіп мынаны тест жасап жатыр, көрдіңіз. Одан кейін Фибоначчидің 0.5-ге келіп үлкен резистанс беріп тұр. Одан кейін 38-ден поддержка алып келіп бұзып тастады. Енді уже 38-де 2 ол бізге енді резистанс беріп жатыр. Яғни Tesla деген компания ары қарай жалғасып құлауы мүмкін, бірақ бізде жақын жерде поддержка бар. Яғни ол 21-де 6 деген 23-де 6 ма, 21-де 6 ма. Осы бізде не бар? Поддержка бар деп біз түсінеміз. Яғни біз окей. Құлауы мүмкін, резистансты бұзып кетті, негізі поддержка болатын бұзып кетті, енді бізде келесі поддержка мына жерде. Мына жерге дейін құлайтын шансы негізі жоғары деген. Мынаны бұзса уже былай қарай құлайды деген. Осылай біз енді Фибоначчи деген индикаторды біз қолданады екенбіз. Өшіру керек болатын болса, маузың артын басып, өшіріп тастасаңыздар болады. Енді құлағанда сыздық қой, енді өскенде сызу үшін біз қайтеміз. Фибоначчи қайта басып аламыз да. Мысалы мен мынадан мынаған дейін сызсам, мына деңгейі swing high. Swing high-ды мен мына жерден алып отырмын. Неге мен былай сызып жатырмын? Себебі бәрібір, мен бүйтіп сызсам да мына бір деңгейде болса дейді. Қарасаңыздар, неге мен мынадан алдым? Өйткені мына қарасаңыздар, бір қозғалыс құлаған. Мынау үлкен өскен бір қозғалыс. Одан кейін құлаған қайта бір қозғалыс. Мыналарға жеке Фибоначчи сызуға болады. Бірақ қазіргі баға Фибоначчидің алған төменгі және swing high, swing low деп төменгі жоғары бағасының ішінде болу керек. Сол кезде ғана бізге сигнал береді. Яғни біз мынаны сыздық, қарасаңыздар, Фибоначчидің 38-2-ден поддержка бар, мына жерде 23-тан поддержка бар, қайтып 0.5-те өте әдемі поддержка бар. Мына жерде де жақсы бермеген, мына жерде кішкене поддержка бар, 38-де. Осылай дегенсіз. Мына жерде поддержка бар. Мына жерде кішкене ұстаған, мына жерде резистанс берген деген. Мына жерде әдемі поддержка берген. Мына жерде кішкене горизонтальный қозғалыс бар. Қазіргі жағдайда поддержкада тұр негіз. Үлкен картинада. Бағанада кішкене бұзып кетеді сіз отыр. Осы сияқты енді Фибоначчидің ең бір жаманы әртүрлі сигналдар береді. Сіз оны қалай алып жатсыз, swing low, swing high-ды қалай алып жатсыз, соған байланысты әртүрлі сигналдар береді екен. Бірақ жүре келе, практика жүре келе өзіңіз түсінесіз, кейбір акцияларға осындай, кейбір акцияларға мынандай деген әртүрлі сигналдар өзі береді. Соны жүре келе өзіңіз практика жүзінде көп акциялардың қайсысына жақсы әсер етеді, қайсысында қалай деген түсінеміз. Фибоначчи ең бір жаман дүние жүзінде әр адамның көзқарасы әртүрлі болғандықтан біз қайсы трендін аламыз, қайсы биіктік төменгі деңгейді біз алып қолданып жатырмыз, соған байланысты әртүрлі бізге саппорт деңгейлер, резистанс деңгейлер көрсетеді екен. Сондықтан бізге дұрыс жаңа трендін тауып, ең жоғары төмен деңгейлерді дұрыс тауып барып қолданған дұрыс. Жалпы Фибоначчи деген индикатор осы. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта біз тағы да қызықты тақырыптарды жалғастыратын боламыз. Кездескенше.